Так, автоматизация жасаймыз. Мысалы, мынандай не бар? Осындай batch скрипттер бар. Ол үшін бірінші мынандай папка создать етем, soft деген. Соң ішіне FileZilla клиент скачать етем. Ішіне кіріп, мына ссылканы басам да, download дегенді басам осылай. Сосын скачать етіп алам. Оны алам да, мына папка создать етем, soft деген. Сосын осы жерге құям. Жаңағы скачать еткенімді FileZilla. Бұл FTP клиент. Сосын омен мына файлмен ашам. Менде мысалы сервер бар да. Сервер бар. Сонымен қазір ашам соның файлдарын. Серверде FTP сервер уже қойылып тұр. Так, міне ашып көрейін. Бұл автоматизация дейді. FTP-ге сразу кіріп кетеді. Міне файлдарым уже. Бұның исходный коды мынандай. Бірінші сервердің IP адресі, порт, сосын пользователь, сосын пароль. Бұл не істейді? Мына қазір тағы да мынаны скачать етейік. Мына run hidden console деген. Мына ссылка арқылы кіресіз да, zip скачать етесіз. Сосын софттың ішіне кіреміз да, мына жерге құямыз. Міне тұр. Бұл не зат ол? Ол мына FileZillаны ашады ғой, сол кезде қара көшкі шығады да, соны жасырады мынау. Мына не программа жасырады мына қара көшкіні. Ашқан кезде қара көшкі шықпайды да. А то мынау болмаса, онда қара көшкі шығып тұрады ар жағында. Сол үшін керек мынау. Бұл не істейді? Қара көшкіні шығармайды, FileZillаны қосып жібереді. FileZillаның өзінің параметрлары бар. Мынандай міне параметрлары. Жерге IP адрес, порт, пользователь и пароль. Қосып жібересіз, автоматически сразу сіздің нелеріңіз шығады. Сервердің FTP неге кіреді. Так, келесі FTP папка деген бар. Бұған мынандай софт керек емес, просто Windows өзінің папкасымен ашады. Үстіне басам, мынандай папка қылып ашып береді. Пароль бәрі теріліп тұр уже. Теріп жүрмейсің. Оның исходный коды мынандай. Мына жерде пользователь, пароль, сосын IP адрес, сосын порт. Автоматически кіріп береді. Так, келесі. RDP кіру үшін RDP клиент скачать етеміз. Аты Free RDP дейді. Free RDP. Мына ссылканы басасыз. Сосын Win64 дегенді басасыз. Содан кейін мынаны скачать етесіз. Міне. Сосын оны скачать еткеннен кейін осы soft деген папкаге құясыз. Міне. Ол RDP мен ашады. Мына сол арқылы ашады. Ішіне кірем. Міне ашты. Бұл жерде любой не жасайды. Мысалы, тоже RDP клиент сияқты қылып жасайды. Бұл жерде копировать еттіңіз, бұл жерге вставить еттіңіз, бұл жерде құйылады сразу. Или сіздің папкалеріңіз көрінеді, жесткий дискілеріңіз көрінеді. И осы жерден алып, мына жаққа құя берсеңіз болады. Егер передача файлық керек болса. Так, оның исходный коды мынандай. RDP-ның IP-ді терем, сервердің. Сосын пользователь терем, сосын пароль терем. Бұл не істейді? Жаңағы run hidden деген консольді жасырады қара окошканы. Сосын мынаны қосады. Мынау арқылы. Сосын соның параметрлары. Размері қандай болу керек окошканың мынау. Сосын копировать, ставить деген жаңағы файлдарды. Любой нені. Сосын жесткий дисктер көріну керек. Копировать, ставить деген жаңағы файлды бейтіп лақтырды. Копировать еттік қой бейтіп бұл жерге. Бұл жерден копировать еттік, бұл жерге ставить еттік. Или буфер обмен болмаса. Сосын drivers деген ол мыналар сенің жесткий дискің жерге көрінеді серверге деген. Сосын принтерді да серверге көрінетін қылып қойдым. Сосын звуктар, мына ішіндегі Windows-тың звуктары, сосын микрофон. Сенің микрофоның мына жерге
тоже көрінеді деген серверге. Мынау динамический деген не подстраивать етеді битсең. Подстраивать етеді деген. Сосын jet деген тұр мына жерде компресс. Бұл скоростьті көйтеді, бірақ оперативный памятьті кішкене жейді. Бірақ андай сізде 16 гигабайт болса, онда чувств етпейді. Так, осындай не исходный коды RDP-ның. Осылай ашылады RDP. Так, келесі, так, қарап жүрейін қазір. Rastesk. Так, Rasteskті бірінші серверге қондырасыз. Скачать етесіз Rasteskті. Rasteskке кіресіз, Google-ға жаз Rastesk деп, сосын download, кнопка. Сосын жерде exe дегенді басамыз, міне. Exe. И скачать етіп бастайды. Скачать еткеннен кейін қондырамыз оны. Мына қазір сразу ашып кетеді, бірақ бізге қондыру керек все равно. Мына жерде установить деген бар. Обязательно установить етеміз. Принять и установить. Содан кейін мына жерде мына ID-ні копировать етіп аламыз да. Мына жерге исходный коды мынандай. Мына жерге вставить етеміз осы жерге. Несін алып тастаймыз. Пробелдарды алып тастаймыз. Сосын мына жерге 3 нүктені басамыз да серверде. Безопасность. Сосын разблокировать деген кнопканы басамыз жоғарыда. Сосын мынаны басамыз, полный доступ дейміз. Сосын ең астына түсіреміз да, установить постоянный пароль дегенді басам. И мына жерге пароль терем сала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, А, собачка. Тоже мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өзіңіздің пароліңізді тересіз. Окей, басасыз. Болды. Мынаны жауып тастай берсеңіз болады. Себебі мына жерде ол қосып бір служба сияқты. Службамен. Сосын жаңағыны тердік қой, мына ID-ді алып тердік, мына жерден копировать етіп, мына жаққа салдық, копировать етіп ставить еттік. Содан кейін жаңағы пароль тердік қой, соны тереміз мына жерге. Міне пароль. И ол не істейді? Rasteskті қара кошканы жасырады, Rasteskті қосады, и Rastesktің нелері, параметрлары сразу кіріп кетеді деген ғой. Пароль теріп жүрмейсің. Так, мынаны жауып тастаймын да, мына Rasteskті қосып жіберейін. Автоматически кіріп кетеді Rasteskке. Мынаны адаптивный қылып жібересіз. Болды.